Кіші жүзден шыққан Тайлақ батыр туралы жаңа деректер анықталды. Осыдан бірнеше жыл бұрын Сырым өлкесінен Бахадүр қорымы табылған еді. Ауданда өткен ғылыми тәжірибелі конференцияда ғалымдар тың ақпараттармен бөлісті. Батыр қазіргі Жамбыл ауылының іргесіне жерленген, ол 18 ғасырда өмір сүрген. Ескерерлік жайт, кіші жүз тарихында Тайлақ есімді бірнеше тұлға кездеседі. Мәселен, Қожаберген жыраудың Елімай дастанындағы Тайлақ мерген, Әбілқайыр хан жанындағы Тайлақ Мәтұлының ерліктері ел аузында. Зерттеушілердің айтуынша, Сырым өлкесінде жерленген сардарды әр ру өз тарихымен байланыстыруға тырысқан. Дегенмен ғалымдар оның байбақты батыры Тайлақ Мәметайұлы екенін анықтады. Бахадүр ел тыныштығы үшін атқа қонып, қазақ жерін жаудан қорғаған. Құлпытастағы жазбалардан оның 90 жасында өмірден озғанын аңғаруға болады. Көп рулардың көздегені осы көбінесе осы Тайлақ батырды өзінің атасы қылып келді. Бұл енді жақсы ай мен күнде әмбегі бірі деген сөз ғой. Бірақ тарихта біздің қазақтың ауызша тарихында енді 12 барақ бар, бірнеше бөгенбай бар, сондықтан бірнеше Тайлақ бар. Сондықтан енді осы Жамбыл ауылының маңындағы Тайлақ қорымының біздің Қазбек сияқты жігіттер оқып шықты. Сонда байбақты күшпен тайпасы деп анық жазылған.